Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін Beyond Curriculum және Connected. Сонымен қатар сіздердің цифрлық сауаттылық бойынша нұсқаушыларыңыз мен Жеңісбек Ділназ. Біздің бүгінгі сабағымыз байланысқа арналған, соның ішінде чаттар мен конференциялар. Ең алдымен біз бейне конференцияға арналған бағдарламалардың топтамасын қарастырайық. Бірінші бағдарлама бұл Jitsi. Ол толығымен тегін бағдарлама және уақытпен шектелмейді. Zoom ақысыз нұсқасы бар ақылы бағдарлама. Zoom'да сіздер 40 минуттан асатын болсаңыздар, ол үшін ақша төлеулеріңіз керек болады. Skype бұл қосымша мүмкіндіктер үшін төлеуге болатын ақысыз бағдарлама. Discord бұл бейнелерді көрсету мүмкіндігі бар, чаттар мен дауыстық арналар бар платформа. Google Meet бұл Google-дың ақысыз бағдарламасы. Microsoft Teams мектептер мен компаниялар үшін ішкі чаттар мен бейне және аудио байланысы бар бағдарлама. Енді біз Zoom-да қарастырайық. Айтып кеткендей, Zoom бізде ақылы бағдарлама болып саналады. Дегенмен оның ақысыз түрі де бар. Ең алдымен біз Zoom-ды ноутбугімізге жүктеп көрейік. Ол үшін сіздерге мына сілтеме бойынша өту қажет. Бұл сілтеме біздің видеомыздың сипаттамасында болады. Оған тек қана бір рет басып, ноутбугіңізде ашып, Zoom-ды жүктеп алсаңыздар болады. Кейін Zoom жүктеліп болған соң біз Zoom-да тіркелуді, индикатор немесе сілтеме бойынша конференция қосуды, экранның демонстрациясын қосуды және жеке конференция ашуды қарастырамыз. Ең бірінші біз Zoom-ға тіркеліп көрейік. Zoom-ға сіз электрондық почта арқылы тіркелесіздер. Zoom-ды біз ең алдымен ашайық. Zoom ашылған соң біз зарегистрироваться бесплатно, яғни тегін тіркелу дегенге басамыз. Біздің браузерімізде сілтеме бойынша Zoom-ның парақшасы ашылады. Сіздер мұнда өздеріңіз туған күндеріңізді жазасыздар. Мысалға айтып кетейік, бірінші Наурыз 2000 жыл. Немесе 2004 жыл. Продолжить, яғни жалғастыру дегенге басамыз. Мұнда өздеріңіздің электрондық почталарыңызды жазасыздар. Мысалы айтайық, мен өз электрондық почтамды жазам. Регистрация, яғни тіркелу дегенге басамыз. Сіздердің электрондық почталарыңызға, яғни Gmail-ға хат келеді. Gmail-ды ашып, біз входящий, яғни келген хаттар санатына басып, келген хатты тексереміз. Яғни міне Zoom-ға келген хатты ашамыз. Активировать учетную запись, яғни пайдаланушының жазбасын белсендіру деген батырмаға басамыз. Кейін бізде тағы бір Zoom-ның парақшасы шығады. Мұнда өз есімдеріңізді жазасыздар. Кейін фамилияңызды. Парольға сіздер міндетті түрде күрделі пароль жазу керексіздер. Ол пароль 8 символдан минимум бойынша тұру керек. Сондай-ақ бір әріп, бір цифр, содан кейін символдардан тұру қажет. Мысалы, пароль үлкенде, кішіде, бүгінгі дата. Дата және айқуақ белгішесі. Подтвердить пароль дегенге қайтадан парольді жазасыздар. Мына сұраққа жоқ деп жауап бересіздер. Продолжить, яғни жалғастыру дегенге басасыздар. Бұл парақшада сіздер тағы да бір электрондық почталарыңыз көрсетуге болады, дегенмен басқа келесі этапқа өтсеңіздер де болады. Яғни робот, яғни мен робот емеспін дегенге басу керексіздер міндетті түрде. Кейін пропустить этот шаг батырмасын басасыздар.
және де міне сіз Zoom-ға тіркелдіңіз деп санасақ болады. Перейти к моей учетной записи деген ол өздеріңіздің пайдаланушылық жазбаңызға өтулеріңізге болады. Начать конференцию сейчас, бейнеконференцияны қазір бастауға да болады. Дегенмен біз қайтадан Zoom бағдарламасына қайтып келеміз. Және войти в дегенде біз өзіміздің электрондық почтамызды жазамыз, жаңағы тіркелген. Парольді тереміз. Войти в кіру дегенге басамыз. Міне біздің пайдаланышы жазбамыз бойынша Zoom бағдарламасы ашылды. Мұнда новая конференция, жаңа конференция. Войти, яғни басқа біреудің конференциясына кіру. Запланировать конференцияны алдығы уақытқа белгілеп қою. Демонстрация экрана, өздеріңіздің жұмыс үстелдеріңізді көрсету. Яғни біреудің конференциясына кіру үшін біз войти батырмасына басамыз. Кейін мұнда сіз біреудің конференциясына кіру үшін сізге идентификатор немесе сілтеме жіберілуі тиіс. Идентификаторды жаңағы шақырушының өзі жібереді. Идентификатор қалай беріледі? Идентификатор осындай түрде беріледі. Мынау жаңағы сілтеме. Сіздер сілтемеге бірден басса, конференцияға кірулеріңізге болады. Сондай-ақ идентификатор конференция бұл цифрлар. Цифрларды жаңағы панельге жазып, кейін парольді теріп, сіздер конференцияға қоса аласыздар. Мысалы, войти, жаңағы идентификаторды тереміз. 971, 383, 89, 42. Мұнда өздеріңіздің есімдеріңізді өзгертсеңіздер болады, немесе өзгертпей осылай войти деген батырмаға басасыздар, кіру деген батырмаға. Кейін сіздерден парольді сұрайды, парольді жазып, конференцияға қосыларыңызға болады. Яғни пароль дегенде код доступа. Және міне сіздер конференцияға кірдіңіздер. Мұнда демонстрация экраны деген батырма бар. Демонстрация экраны батырмасына басу арқылы сіздер өздеріңіздің экрандарыңызды басқаларға көрсете аласыздар. Демонстрация экранаға басасыздар. Мұнда керек экранды таңдайсыздар. Мүмкін мен өзімнің жұмыс үстелімді көрсеткім келеді. Кейін бізде осы Zoom-ның панелі ғана қалады. Бұл Zoom-ның панелін тінтуір арқылы қозғай аласыздар. Демонстрацияны тоқтату үшін остановить демонстрацию дегенге басасыздар. Сөйтіп өздеріңіздің экраныңызды көрсетуді тоқтатасыздар. Zoom-нан шығу үшін сіздерге завершение деген батырмаға басу керек. Кейін выйти из конференции, яғни конференциядан шығу деген батырмаға басасыздар. Ал енді өздеріміз қалай конференцияны ашамыз. Мұнда сіздерге новая конференция деген батырмаға басу керек, яғни жаңа конференция. Кейін көріп тұрғаныңыздай өздеріңіздің видеокамераларыңыз қосылады. Және сіздердің конференцияңыз басталады. Мұнда войти с использованием звука компьютера деп басасыздар. Яғни компьютердің дауысын қолдану арқылы кіру. Кейін мұнда өздеріңіздің дауыстарыңызды өшіре аласыздар, бейне жазбаларыңызды өшіре аласыздар және демонстрацияны көрсете аласыздар. Басқаларды шақыру үшін сіздер Zoom-ның басты панелін ашып, конференция дегенге кіресіздер. Мұнда копировать приглашение, яғни шақыруды көшіру деп басасыздар. Кейін шақыруды достарыңызға жібере аласыздар. Сонымен біз Zoom бағдарламасы бойынша барлық міндеттерімізді қарастырып шықтық. Келесі кезекте біз таныс адамдармен байланыста болу тақырыбын қарастырамыз. Сіздер WhatsApp бағдарламасымен таныс шығарсыздар. Әрине, әрбір екінің біреуінде WhatsApp бағдарламасы телефондарында орнатылған. Ал енді WhatsApp-ты компьютерда немесе ноутбукте қалай ашуға болады деген сұрақ туындайды. Ол үшін бізге веб WhatsApp көмектеседі. Веб WhatsApp арқылы сіздер өздеріңіздің WhatsApp-тарыңызды ноутбукте немесе компьютерде қолдана аласыздар.
Дегенмен веб WhatsApp ұялы телефонға тәуелді. Ол дегеніміз, егер сіздердің телефондарыңызда қуат жоқ болса, немесе телефондарыңыз өшіп қалса, интернетке қосылмаса, онда веб WhatsApp істемейді. Келесі кезекте біз Telegram бағдарламасын қарастырамыз. Telegram хабарламалармен, медиа ақпараттармен алмасу және қоңырау шалуға арналған мессенджер болып табылады. Сіздер Telegramды телефондарыңызға жүктей аласыздар. Сондай-ақ веб Telegramды ноутбуктеріңізде аша отырып, сол бағдарламамен қолдана аласыздар. Дегенмен, веб WhatsApp-тан веб Telegramның айырмашы бұл ұялы телефонға тәуелді еместігі. Яғни, егер сіздердің телефондарыңыздың қуаты өшіп қалса, немесе интернетке қосылмаса, веб Telegram жұмыс істей береді. WhatsApp вебке қалай кіреміз? Ең біріншіден сізге браузерді ашып, web.whatsapp.com сайтына кіру керексіздер. Кейін өздеріңіздің ұялы телефондарыңыздағы WhatsApp бағдарламасын ашып, Android үшін чатқа өту керексіздер, кейін меню дегенді ашу керексіздер, және веб WhatsApp дегенді таңдау керексіздер. Ал iOS үшін баптауларға кіріп, WhatsApp веб деген батырмаға басу керексіздер. Кейін телефондарыңызда камера қосылады, және де 4 бұрышты шектеулер тұрады. Бұл шектеулерді ноутбукте қосқан web.whatsapp.com сайтындағы QR-кодқа апару керек. Сонда сіздің телефондарыңыз бірден QR-кодты жазып алып, WhatsApp чаттарын сізге көрсетеді. Web.whatsapp-та мына батырма жаңа чат топ ашуға арналған. Мұнда жалпы чаттарыңыз болады, және де стикерлер жіберуге мүмкіншілік бар. Ал мынау 3 нүкте бұл бізде веб WhatsApp-тың баптаулары. Келесі кезекте веб Telegramға қалай кіреміз деген сұрақ туындайды. Веб Telegramға кіру үшін сіздер қайтадан браузерді ашып, web.telegram.org деген сілтемені теру керексіздер. Кейін өзіңіздің мемлекетіңізбен телефон нөміріңізді жазасыздар. Яғни мұнда страна немесе country деп тұрады ағылшынша. Ол мемлекетті белгілеу, Қазақстан деп таңдайсыздар. Мұнда нөмірлеріңізді жазасыздар. Кейін далі, яғни ағылшынша кейде next деп тұрады, мені көріп тұрғаныңыздай. Келесі деген батырмаға басасыздар. Сонда сіздер телефондарыңыз дұрыс жазылғанын құптайсыздар. Кейін далі деген батырмаға тағы да басасыздар. Содан кейін сіздің телефондарыңызда орнатылған Telegram бағдарламасына арнайы код келеді. Сол кодты теріп, өздеріңіздің веб Telegramдарыңызға кіре аласыздар. Енді біз веб Telegramға кіруді қарастырайық. Ең бірінші біз әрине браузерді ашамыз. Мұнда веб Telegram нүкте organization нүкте деп жазамыз. Кейін Telegram веб деп тұрған бірінші парақшаға кіреміз. Мұнда өздеріңіздің мемлекеттеріңізді таңдайсыздар, Қазақстан. Мұнда өздеріңіздің нөмірлеріңізді жазасыздар. Кейін next, яғни келесі деген батырмаға басасыздар. Телефон нөмірлеріңіздің дұрыс жазылғанын құптайсыздар. Окей, яғни жақсы дегенді басасыздар. Мұнда сіздерде телефондарыңызға код келеді. Сол кодты тересіздер. Кейін автоматты түрде Telegram парақшасы ашылады. Мұнда сіздердің чаттарыңыз, мұнда каналды іздеуді немесе топты іздеуге арналған іздестіруші жолақ. Мұна 3 сызықша тұрған ол Telegram баптаулары, яғни оған бассаңыздар, мұнда жаңа топты аша аласыздар, өздеріңіз контактілеріңізді көре аласыздар. Мынау баптаулар және Telegramның сұрақ-жауап санаты және Telegram туралы батырма. Баптауларға кірсеңіздер, мұнда сіз туралы барлық ақпарат жазылып тұрады. Және веб Telegramнан шығу үшін ағылшынша тұрған log out, яғни шығу деген батырма басу арқылы шыға аласыздар. Каналды қалай іздейміз? Мысалы, каналдың аты қазақ тілі болсын. Сіздер іздестіруші жолаққа қазақ тілі деп жаза саласыздар. Мұнда бірден қазақ тілінің бір каналы ашылды. Бұл каналға жазылсаңыздар болады, join. Ағылшыншадан аударғанда қосылу дегенді білдіреді. Осы батырма басу арқылы осы каналға жазылсаңыздар болады. Осымен біздің сабағымыз тамам. Сіздерге барлық ақпараттар түсінікті болған деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса,
Комментарий жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде осы сұрақтарға жауап беремін. Достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаймыз.